Сәлеметсіздер ме қатысушылар? Менің есімім Ғайза Мұратқызы, мен дәрігер-акушер-гинекологпын. Бүгін марафонымыздың екінші тақырыбы әйелдердің репродуктивті жүйесі туралы айтатын боламыз. Жалпы репродуктивті жүйе дегеніміз бұл бала тууға, яғни ұрпақ қалдыруға қатысатын мүшелерді айтамыз. Бұл мүшелер сыртқы және ішкі жыныс мүшелері деп бөлінеді. Сыртқы жыныс мүшелеріне қасаға, үлкен жыныс еріндері, кіші жыныс еріндері, клитор және қынап кіреберісі кіреді. Қасаға бұл түкпен жабылған май қабаты бар бөлік болып табылады. Одан кейін сыртқы жыныс еріндері, үлкен жыныс еріндері, бұл да майлы талшығы бар, түкпен қапталған қатпарлы қабат болып табылады. Осы үлкен жыныс еріндерінде тер және май бездер орналасады. Кіші жыныс еріндері, бұл үлкен жыныс еріндерінен ішке қарай орналасқан. Бұл да терінің қатпарлары болып табылады, бірақ та ол беткі қабаты шырышпен қапталған секілді болады, сондықтан ол жерде түк болмайды. Сыртқы түрі осындай шырышпен қапталған болып көрінеді. Одан кейін клитор. Клитор дегеніміз бұл негізі адам анасының құрсағында жатқан кезде жыныстық бөліну болады, яғни ұл немесе қыз ретінде бөлінеді. Ұл балаларда дәл осы клитордың негізінен аталық жыныс мүшесі өсіп шықса, әйел адамдарда осылай клитор қалпында қалып қояды. Бұл жерде өте көп нерв талшықтары бар, өте сезімтал болып табылады. Клитордан төмен мынау орналасқан қынап кіреберісі, жалпы осы кіреберісті вульва деп атайды. Бұл қынап кіреберісіне бізде зәр шығару түтігі ашылады, және қынап кіреберісінде девственная плева, яғни қыздық перде орналасады. Ал негізі босанбаған және жыныстық өмірмен өмір сүрмейтін әйелдерде бұл еріндері ішкі жыныс мүшелерін, яғни кіші еріндерді, қынаптарды жауып тұрады, яғни тек қана сыртқы үлкен жыныс еріндері ғана көрініп тұрады. Дәрігерге барған кезде дәрігерлер ашып қана қарайды. Ал жыныстық өмірмен өмір сүретін босанған әйелдерде ашық барлығы көрініп тұрады. Әйелдердің ішкі жыныс мүшелері, жаңағы айтқандарымыз барлығы сыртқы жыныс мүшелері. Енді ішкі жыныс мүшелеріне келсек, алдыңғы сабақта айтқанымдай біз жыныс мүшелерімізді білуіміз маңызды. Сыртқы жыныс мүшелерімізді білгеніміз де маңызды. Ішкіні не себепті білуіміз керектігінде, қай жеріміз ауырады, не ауырып тұр, және біздің организмімізде не болып жатқанын біз өзіміз түсінуіміз керек. Дәрігерге бармас бұрында не бізді мазалап тұрғанын айта алуымыз керек. Жаңағындай девственная плева, яғни қыздық перде, осы жерден ары қарай қынап басталады. Қынап жатырмен ұлғасады. Жатыр бізде жатыр денесінен және жатыр мойнынан тұрады. Алдыңғы сабақта айтқанымдай, жатыр мойны обыры дәл осы жерде дамиды. Жатыр мойны бұл каналдан құралған, ал жатырдың іші бұл өзінің қабаттары бар қуыс секілді дөңгелек тәріздес болады. Және жатырдан шар тәріздес. Жатырдан екі жаққа қарай екі түтік шығады. Екі түтігі жатыр түтігі деп аталады, немесе фаллопий түтіктері деп аталады. Фаллопий түтіктері ары қарай аналық жыныс бездерге, оң жақ және міне сол жақ және оң жақ аналық жыныс бездері орналасады. Фаллопий түтіктері жыныстық бездерге негізі жанасып орналаспайды, тек оның аяқшалары болады, соған қарай бағытталып орналасады. Бұны не себепті білуіміз керек? Себебі кейбір қыздарда
кейбір әйелдерде туа біткен ақаулар болуы мүмкін, матканың формасы басқаша болуы мүмкін, екі матка кездесетін болады, седловидный, яғни ер тоқым тәріздес матка кездеседі, екі жатыр, жатыр мойны, сондай бір ақаулар кездесіп жатады. Аналық бездің біреуі ғана бар, немесе екі бездің бір жақта орналасу секілді әртүрлі ақаулар кездесіп жатады. Оның бәрін білу маңызды, және ондай ақаулардың да өзінің алып келер салдарлары бар. Енді ары қарай жыныстық жетілу туралы айтатын болсақ, біздің ағзамыздың жыныстық жетілуі негізі 7-8 жастан басталады. Бұл кезде біздің ағзамыз қайта құрылу, яғни перестройкасы болады. Бұл перестройка аталық жыныс бездерінің бөліне бастауынан, андрогендердің жыныстық гормондардың бөліне бастауынан, андрогендердің бөлінуінен бастау алады. Яғни ұлдарда да қыздарда да осы жас аралығында андрогендер бөліне бастайды. Бұл кезеңді адренархия деп атаймыз. Бұл гормондардың көп бөлігін бүйрек үсті безі қыртысы шығарып отырады. Осы бүйрек үсті безінің андрогендері біздің ағзамыздың барлық мүшелеріне әсер етіп, ағзамыздың қайта құрылу процесін бастайды. Бұл әсерді бастан кешіретін органдардың бірі мида орналасқан гипофиз. Бұл гипофиз аналық бездердің, аналық жыныс бездерінің жұмысын қамтамасыз етіп реттеп отыратын орталық болып табылады. Яғни біздің жыныс мүшелеріміз, репродуктивті жүйеміз, ол тек қана жыныс мүшелеріндегі гормондардың ол өзін өзі реттейтін жүйе емес, ол біздің басымыздан, миымыздан басталады. Яғни бізде гипофиздан бөлінетін фолликулостимульдеуші және лютеиндеуші деген екі гормон болады. Ол гормондар гипофизден бөлінеді. Гипофиз барып біздің аналық жыныс, аналық бездерімізге әсерін тигізеді. Аналық бездерден осы гормондардың әсерінен аналық жыныс гормондары бөлінеді. Ол жыныс гормондары біздің жатырымызға, жатыр мойнына, түтіктерімізге, солай мүшелерімізге әсерін тигізетін болады. Яғни біздің жыныс мүшелеріміз ол жалпы айтқанда миымыз арқылы басқарылады, мидағы бөлінетін гормондар арқылы басқарылады. Қай бір жерінде ақау кететін болса, жыныс мүшелерінде болсын, мида болсын, бізде өз симптомдарын, белгілерін көрсетіп отырады. Жаңағы айтқан аналық, яғни бірінші бізде мидан бөлінетін болды, бүйрек үсті безінен бізде андрогендер бөлінеді, оған да әсер ететін бізде гипофиз, яғни гипофиз біздің орталығымыз. Мысалы менструация кезінде қыздардың көңіл күйінің бұзылысы, менструальды цикл бойы әртүрлі эмоционалды өзгерістердің болуы барлығының себебі осы гормондардың бізде басымыздағы, миымызда орналасқан гипофиз орталығы арқылы реттеліп отырады. Енді жыныстық жетілу, яғни жыныстық жетілуді біз 7-8 жастан басталады десек, өтпелі кезеңде осы 8 жастан 18 жас аралығында болады екен. 18 жаста бұл уже толық қалыптасқан, толық жетілген жыныстық толық жетілген жасөспірім деп атасақ болады. Ал екіншілікті жыныс белгілері, яғни біз біріншілікті жыныс белгілерін біз бала туа салған кезде дәрігерлер қарайды. Аталық бездері бар ма, аталық мүшесі бар ма деп ұлдарда, ал қыздарда жыныс мүшелері орында ма, яғни клитор орында ма, үлкен және кіші еріндері орында ма, яғни бұл белгілер, яғни қыз және ұл деп бөлетін белгілерін туа салғанда біз қараймыз, ол алғашқы жыныс белгілері болып табылады. Ал екіншілікті жыныс белгілері 10-15 жас аралығында пайда болады екен. Енді осыған мән беруіміз қажет, бұл өте маңызды.
Негізі қыздар ұлдарға қарағанда 2 жылда ертерек өсе бастайды. Аяқ қолдары денесіне пропорционалды емес өсе бастайды. Байқасаңыздар, мектеп оқып жүрген кезде, мысалы 7-8 сыныптың демалысынан кейін қайтып келгенде қыздардың бойы биік, ұлдар әлі дәл сол қалпында жүре береді. Бұл не дегеніміз? Бұл қыздардың ерте жыныстық жетіле бастағанын білдіреді. Олардың бойының өсуіне де аналық жыныс гормондарының әсері бар. Жыныстық жетілудің айқын белгісі омыраудың ұлғаюы, яғни ең бірінші екіншілікті жыныс белгісі деп біз омыраудың ұлғаюын айтамыз. Бұны телархия деп атайды. Омыраудың ұлғаюынан кейін кезекте қасағада, одан кейін қолтық астында, аяқ қолдарда түктердің өсе бастауы. Бұны біз қасағада түктердің пайда болуын пубархия деп айтамыз. Қолтық астында түктің пайда болуын аксилархия деп атаймыз. Бұлардан кейін ең соңынан екіншілікті жыныстық белгі бұл менархия, яғни алғашқы менструацияның болуы. Бұл біздің сүт бездерінің өскеннен кейін 1,5-2 жыл ішінде орын алады. Яғни бұл реттілік біздің гормондарымыздың дұрыс жұмыс жасап тұрғанын түсіндіреді. Қайталап айтайын, алғашқы бізде орын алатын бұл сүт бездерінің өсуі, телархия, одан кейін барып түктердің өсуі, пубархия, аксилархия, одан кейін барып менархия. Бұл реттілік бұзылса, біздің организмімізде гормондардың бұзылысы немесе қандай да бір өспелердің пайда бар болуы, және де мысалы кейбір жағдайда 10 жасар қызда менструация келіп жатады, әлі сүт безі өспеген. Бұл бізде красный флажок, яғни бұл міндетті түрде дәрігерге бару керек деген ақпарат. Яғни бұл реттілік бұзылмауы қажет. Біздің ағзамыз өз ретімен, байыппен ақырындап өсу керек. Осы жыныстық жетілу кезінде біздің жатырымыз да, жатыр түтіктеріміз де, қынабымыз да, аналық бездеріміз де өз көлемінде ұлғайып, біздің уже толыққанды әйел деңгейіне жетуге талпыныс көрсетіп жатады ағзамыз. Бұл барлығы біздің жыныс гормондарымыздың әсерінен. Осы реттілікті ешқашан ұмытпаймыз. Алғашқы белгіміз бұл сүт бездері, одан кейін түктер пайда болады, одан кейін барып қана менструация пайда болу қажет. Енді бұл айқын жыныстық белгілер. Одан бөлек жыныстық жетілу барысында әртүрлі өзгерістер болады. Бұл қыздардың тершеңдігі, қолтық астындағы өзіне тән иістің пайда болуы, тердің өзінің иісі болады, және де терінің типінің өзгеруі. Байқасаңыздар, мектепте кіші сыныптарда, бастауыш сыныптарда оқып жүрген кезде сізге шашыңызды күнделікті немесе 2 күн сайын, 3 күн сайын жуудың қажеті жоқ. Себебі сіздің шашыңыз майлана қоймайды. Ал осы жыныстық жетілу барысында сіздің теріңіздің типі өзгеріп, тері майлана түседі, яғни май бездері белсене түседі. Сол кезде сіздің шашыңыз тез майланады, бетіңіз тез майланады, және бетте безеулердің пайда болуы да осы терінің типінің өзгерісіне байланысты. Дене әйелдік типке ауыса бастайды, дөңгелене түседі, және аздаған салмақ қосылып май қабаты толықтана түседі. Бұл енді семіздікке алып келеді деген сөз емес, бірақ аздаған май қабатының қосылуы жыныстық жетілу кезінде бұл қалыпты жағдай. Және пубертатты бөлінді пайда болады. Пубертатты бөлінді, яғни выделениялар, алғашқы выделениялар пайда бола бастайды. Бұл кезде ештеңе істеудің қажеті жоқ, тек қана жиі жуынып, жиі іш киім ауыстырып тұрған жөн, және іш киімді мақта матадан қолданған дұрыс, киген дұрыс. Енді ең маңызды біздің репродуктивтілігіміздің, яғни біздің бала өмірге алып келе алуымыздың бірден бір негізі болып табылатын бұл менструалды цикл. Бұны білу маңызды, және білгенмен қоймай, оны үнемі бақылап отыруымыз керек.
ай сайын ересек әйелдің денесінде аналық жұмыртқа пісіп жетіледі, яғни біздің аналық бездерімізден аналық жұмыртқа өсіп шығады. Бұл аналық жұмыртқа өсіп шыққаннан кейін ол сперматозоидты, яғни аталық жасушаны күтіп отырады. Аталық жасушамен қосылып ұрықтану болу қажет негізі қалыпты жағдайда. Егер де аталық жұмыртқамен қосылмайтын болса, сперматозоидпен қосылмай ұрықтанбаған жағдайда ол сыртқа шығып кетеді. Сыртқа шығуымен бірге жатырдың ішінде оның арнайы функционалды, яғни қызмет жұмыскер ретіндегі қабаты бар. Ол қабаты ай сайын, цикл сайын өсіп отырады. Оның өсуі себебі, егер де аналық жасуша мен аталық жасуша қосылып ұрықтанған жағдайда, сол ұрықты жабыстырып алу, яғни жатырға жабыстыру алу оның мақсаты. Ал егер де ұрық түспеген жағдайда, аналық жасушамен бірге ол да өз қабатынан айырылады, яғни менструация болады. Дәл осылай менструация дегеніміз осы біздің жатырымыздың жүктілікке дайындалған қабатының сыртқа шығып кетуі. Бізде миф түсінік бар, менталитетімізге сай барлығы ой, менструация деген бұл кір қанның шығуы, біз менструация сайын тазарамыз деген бұл өтірік ұғым. Себебі біз ешқалай тазармаймыз, организм өз-өзімен тазаланады, ал біздің сыртқа шыққан қанымыз бұл тек қана жатырдың ішкі қабаты, яғни бұл ешқандай да кір қан емес, бұл жай ғана шырышты қабаттың сыртқа шығуы. Менструалды цикл дегеніміз бұл бір етеккір циклының бірінші күнінен, яғни етеккірдің бірінші күнінен сізде менструация қалай қанды бөліністер келді, сол сіздің менструалды циклыңыздың бірінші күні, және келесі етеккірдің, келесі менструацияның бірінші күніне дейінгі аралықты менструалды цикл деп атаймыз. Яғни менструалды цикл деген ол қанды күндер емес, қан келетін күндер ғана емес, ол келесі қанды бөлініске дейінгі бір ай көлеміндегі уақытты айтамыз. Бұның қалыпты циклдың мерзімі бұл 21-35 күн аралығын құрайды. Яғни 21, мысалы сізде бүгін менструация, 1 август күні менструацияңыз басталса, 23 күні келесі менструацияңыз басталса, сіздің менструация циклыңыз 22 күннен құралады деген сөз. Яғни бұл қалыпты жағдай. Бірақ та жасөспірім қыздарда алғаш менструация келгеннен кейін ол біртіндеп қана ретіне келеді. Яғни бірден осы нормаға сай болмайды. Себебі организміміз біртіндеп ретімен ақырындап қана өседі. Сол себепті оларда 1,5-2 жыл ішінде ретсіз менструалды цикл келуі мүмкін. Ретсіз менструалды цикл болуы мүмкін. Бірақ та соған қарамастан 3 айдан артық менструация жоқ болып кетпеу керек жасөспірім қыздарда. Және міндетті түрде менструация күнтізбесін жүргізген дұрыс. Кешірім өтінемін. Енді менструалды циклды айтайық. Менструалды цикл бағанағы айтқан біздің гормондарымыздың әсерінен өтеді. Біз байқасаңыздар, менструацияның алдында біздің көңіл күйіміз түсіп, ашуланамыз, оның барлығы біздің гормондарымыз әсер етті деген сөз. Енді былай айтайық. Менструалды циклды біз фолликулярлы фаза және лютеинді фаза деп 2 фазаға бөлеміз. Фолликулярлы фаза дегеніміз бұл алғашқы менструация күндері, яғни қанды бөліністер басталғаннан бастап, ақырындап гормондардың біртіндеп көтерілуін айтамыз. Олар овуляция кезеңіне келген кезде, овуляция деген осы 2 фазаны бөліп тұрады. Овуляция бұл аналық безден аналық жасушаның шығуы, яғни жарылып шығуы, пісіп жетіліп шығуы. Овуляция кезінде бізде аналық жасуша сыртқа шығады. Осы кезде бізде гормондардың пик кезеңі, яғни біздің барлық гормондарымыз ең жоғарғы деңгейіне дейін жетеді. Ал осы аналық жасуша шыққаннан кейін бізде лютеинді фаза
пайда болады. Лютеинді деген бұл сары дене фазасы деп те атайды. Себебі аналық безде аналық жасуша шыққан орында сары дене қалыптасады. Осы сары денеден прогестерон деген гормон бөлінеді. Прогестерон гормоны ары қарай жүктілікті дамытуға арналған гормон болып табылады. Осы овуляциядан кейін лютеинді фазада гормондар қайтадан төменгі деңгейіне қарай түседі. Одан кейін бұл кезде жатырдың іші де ақырындап өсе бастайды, яғни жатырдың қабаты да қалыңдай бастайды. Сөйтіп цикл аяқталады. Егер де жатыр осы кезеңде ұрықтану жүрсе, яғни сперматозоид пен аналық жасуша қосылатын болса, сары дене біртіндеп өзінің жұмысын ары қарай жалғастыра бастайды. Ал егер де ұрықтану болмаған жағдайда сары дене бірнеше күннен кейін өз жұмысын тоқтатады. Осылайша келесі цикл басталады, және әр цикл сайын, әр ай сайын осындай процесс жүріп отырады. Яғни біздің жатырымыз бен аналық жасушамыз өз қызметтерін атқарып отырады. Мынау енді жазып қойған, мен уже айтып кеттім. Эстроген гормоны бұл аналық безден бөлінетін біздің әйел жыныс гормоны болып табылады. Овуляция кезінде, овуляция дегеніміз жаңағы аналық безден аналық жасушаның пісіп жетіп шығуы. Осы кезде ең жоғарғы деңгейіне жетеді. Осы кезде біздің көңіл күйіміз көтеріледі, біз өзімізді жақсы көре бастаймыз, өзімізге деген қуанышты сәттеріміз, бақытты сәттеріміз дәл осы овуляция кезінде болып жатқан сияқты сезіледі. Бұның барлығы осы эстроген гормонының әсерінен болып табылады. Және осы овуляция кезінде сперматозоидтардың кіруіне ыңғайлы жағдай жасалынып тұрады. Аналық безде бағана айтып кеттім, бұны қайталап айтудың қажеті жоқ. Енді овуляция, овуляция негізі жасөспірім қыздардың барлығында бола ма деген сөз. Сұрақ, жасөспірім қыздардың барлығында болмайды. Менархиядан, яғни алғашқы менструациядан тек 3-ші жылында 50% қыздарда ғана овуляция болып отырады екен. Ал 50% қыздарында ол кейде бар, кейде жоқ, сондай ретсіз болады екен. Жалпы айтқанда 50%-ында ғана овуляция ретті болады екен. Яғни бұл дегеніміз жасөспірім қыздардың әлі репродуктивті жүйесі толық дамып жетілмеген деген сөз. Етеккірдің өзіне мән берсек, менструация, яғни қанды бөліністерге мән берсек, олар негізі әдеттегі қаннан өзгеше иісі бар және түсі де қаралау болып келеді. Қалыпты жағдайда 3-8 күн аралығында өтеді. 8 күннен көп келетін болса, бұл қалыпты емес. Ал 3 күнге дейін келетін болса, бұл да қалыпты емес. Етеккір аяқталған соң жатырдың ішкі қабаты қайтадан қалыңдай бастайды, яғни бағанағы айтқанымдай жаңадан ұрықтанған ұрықты қабылдап алуға дайын болып отырады. Ал ұрықтанбаған жағдайда қайтадан менструация басталады. Қалыпты жағдайда алғашқы менструация 10-15 жас аралығында келуі қажет. Бірақ та біз реттілікті ұмытпаймыз. Біздің аналық сүт бездеріміз өскеннен кейін, түктеріміз пайда болғаннан кейін, содан кейін барып қана менструациямыз пайда болуы қажет. Цикл күні 21 мен 35 күн аралығында, менструация 3 пен 8 күн аралығында, және жаңағы айтқанымдай алғашқы менструациясы келген қыздарда олардың цикл аралығы 3 айдан аспау керек. Жастықшаларды, төсемелерді, яғни прокладкаларды күндіз әр 3-4 сағат сайын ауыстырып, ал түнде бір рет қана ауыстыру, бұл одан көп ауыстырудың қажеттілігі жоқ болса, бұл қалыпты жағдай. Етеккірдің алғашқы күндері іштің астыңғы бөлімінің ауырсынуы, астыға қарай аздап тартып дискомфорт тудыруы, бұл қалыпты жағдай. Және менструалды цикл күнтізбесі. Менструалды цикл күнтізбесін жүргізудің маңызы бұл қандайды бір аурулардың, гормоналды бұзылыстардың және жүктіліктің белгісін ерте білу болып табылады. Менструалды цикл
күнтізбесін біз менструациямыз келген күннен бастап белгілейміз, және әр күні біз өзіміздің сезімдерімізбен бөлісіп отырсақ болады. Себебі кейде қыздар айтуы мүмкін, мен бір күнде бір упаковка прокладканы қолданамын, ал оны қаншалықты қай күні, алғашқы күні мысалы сізде міндетті түрде алғашқы 1-2 күнінде көбірек келеді, әдеттегіден көбірек келеді, бірақ көбірек деген бұл түсінік әртүрлі. Кейбір қыздар тазалыққа өте мән беріп, көп жиі ауыстыруға тырысады, сондықтан да ол көп қолданған секілді болады. Сол себепті де 3-4 сағат сайын бақылайсыздар. 3-4 сағатта егер де толатын болса, онда бұл қалыпты. Егер 3-4 сағатта бір прокладканың толуы аз болса, яғни сіз 3-4 сағаттың ішінде 2-3 прокладка қолдануыңыз қажет болатын болса, себебі мөлшері көп болып кетсе, ол бұл қалыпты емес деген сөз. Сонымен қатар менструалды цикл бізде кешігулері, ерте келулері болып жатады. Кешігулерін де, ерте келулері де бұл 7 күннен аспауы қажет. Яғни сізде бір айда мысалы 21 күн, келесі айында 35 күн, келесі айында 25 күн, келесі айында 30 күн деген сияқты, 35 күн деген сияқты әртүрлі болмау керек. Сіздің өзіңіздің реттелген менструалды цикліңіз болу керек. Және бұның ерте келуі немесе кеш келуі 7 күннен аспағаны жөн. Және де біздің менструациямыздың өзгерістеріне, яғни осылай кешігіп, қалыпты жағдайда 7 күнге дейін кешігіп, не ерте келуі мүмкін. Ал бұл қандай жағдайда болуы мүмкін дегенде, сізде қандай да бір стресс болуы мүмкін, сіздің күнделікті өмір сүру қалпыңыз өзгеруі мүмкін, сіз ұшақта немесе климат ауыстыруыңыз мүмкін, яғни жиі әртүрлі факторлардың әсерінен сізде менструалды циклдың өзгерістері болуы мүмкін, бірақ бір жыл ішінде 2-ден көп өзгерістердің болмағаны жөн. Яғни 2 реттен көп ұзақ уақытқа менструацияңыздың кешігуі болмағаны жөн. Себебі менструалды цикл деген біздің репродуктивтілігіміздің белгісі, біздің ана болу қабілеттілігіміз, сондықтан біз оған мән беруіміз керек. Енді қандай жағдайда дәрігерге қаралу қажет және қандай жағдай қалыпты емес деп саналады. 8 жастан кіші қызда алғашқы етеккірдің пайда болуы. 16 жастан асқан қызда алғашқы етеккірдің болмауы. Етеккірдің 3 ай немесе одан да көп уақыт ішінде етеккірі ретке келмеген қызда болуы. Яғни жаңа айтқандай, әлі ретке келмеген менструалды циклдың 3 айдан көп уақытқа жоқ болып кетуі. Ал реттелген әйелдерде немесе қыздарда 21 күннен аз немесе 35 күннен көп болған жағдайда. Етеккір 8 күннен ұзақ немесе күндіз 5-тен көп жастықша, ал түнде 2-ден көп жастықша төсемелер қолдануға мәжбүр болса, бұл өздігінен ауыстыру емес, мәжбүр болса. Етеккір 3 күннен кем болса, немесе мөлшері бір күнде 1-2 төсеменің жеткілікті болуынан, түнде тіптен менструацияның болмауы, бұл дәрігерге қаралу керек деген сөз. Етеккір үнемі ауырсынумен, күнде етеккір бойы ауырсынумен болса, және жалпы жағдайыңыз нашарлап, сіз төсектен тұра алмай, күнделікті өміріңізге араласа алмай жатсаңыз, онда дәрігерге қаралу қажет. Себебі ауырсыну, шамадан тыс ауырсыну етеккір кезінде болмау қажет, және ол өзінің себебі болуы мүмкін. Дәрігерге қаралу керексіз. Және сүт безі 13 жасқа дейін дамымаса, немесе 8 жасқа дейін дамыса, бұның барлығы дәрігерге қаралу қажет деген красный флажоктар. Жалпы алғашқы менструация келгеннен кейін бірден дәрігерге бару қажет. Және де жыл сайынғы профилактикалық қаралып тұру керек акушер-гинеколог дәрігерге. Жасөспірім қыздар анасымен бірге 18 жасқа асқан қыздар міндетті түрде жылына 1 рет қаралып тұрғаны жөн. Бұл әртүрлі аурулардың алдын алады және болашақта сіздің жоспарларыңызға кедергі келтірмейді. Осымен екінші сабағымыз аяқталды. Сұрақтарыңыз болса қойыңыздар, сұрақтарыңызға жауап беруге дайынмын.
Сұрақтарыңызды қоя беріңіздер. Уже шығып жатыр ма? Сұрақтарыңыз жоқ болса, онда сау болыңыздар. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Келесі кездескенше.